Бірде бір жігіт шейхқа келіп сұрақ қойыпты. Шейх, менде проблема. Немесе мен әйелімде проблема деді. Қандай проблема? Мен әйелімді бірінші танып, онымен танысқан кезде, оны ұнатқан кезімде әлемде одан сұлу, одан жақсы қыз жоқ секілді көрінетін еді. Кейін барып құда түсіп, олар келіскеннен кейін оған ұқсаған, оның деңгейінде көптеген қыздар бар екен ғой деп байқадым деді. Үйленген кезімде одан әдемі қыздар қайда көп екен ғой деп соны байқадым деді. Ал енді қазір үйленгенімізге бірнеше жыл өтті, әлемдегі бүкіл қыздар мен әйелімнен әдемі сияқты көрінеді деді. Шейхқа осылай сұрақ қойып жатыр. Шейх айтты: сен жағдайың қиын, мен саған бұдан да жаманын айтайын ба деді. Иә, айт десе, егер бүкіл әлемдегі сұлу қыздардың барлығы сеніңкі болып, сенің әйеліңе айналса, сен үшін мынау көшедегі қаңғырып жүрген қаңғыбас иттер сол сұлу әйелдеріңнен әдемі көрінеді деді. Жігіт түсінбейді. Не деп жатсыз? Неге олай айтып жатсыз деді. Сонда айтады: егер саған немесе сенде тойымсыз нәпсі болса, қанағатсыз нәпсі болса, тойымсыз көз болатын болса, Алладан ұялу болмаса, онда сенің көзіңді көрдегі топырақ толтырады, одан басқа еш нәрсе толтырмайды деді. Көзіңді сақтамасаң, көзің тойымсыз болса, нәпсің қанағат тұтпаса өзінде бар нәрсені, Алладан ұялу болмаса, мен Алла көріп тұр ғой, не істеп жатырмын деп, онда сенің көзіңді тек қана сол топырақ толтырады деді. Одан басқа еш нәрсе толтырмайды. Кейін айтты: проблема сенің әйеліңде емес, проблема сенде деді. Қалайсың ба әйеліңнің бұрынғы сұлу қалпына қайтуын деді. Иә деген кезде көзіңді сақта деді. Бірақ шешім бар. Көзіңді сақта, ана өткен қызға, мына өткен қызға, анаған, мынаған қарама, тек қана әйеліңді қанағат тұт, сен үшін одан сұлу әйел болмайды. Проблеманың барлығы осыда. Проблеманың барлығы көзді сақтамауда. Және шайтан сол көшедегіні өзіңдегіден әдемі етіп көрсетеді. Ал бірақ ертең, мысалы, соған халал жолмен қолың жетіп жатса, енді әйелімнен бір артық жері жоқ екен ғой деген ойға барасың. Сол үшін де адам көзін сақтауы керек. Және сол көзді сақтауға себеп болатын нәрселердің барлығын жасау керек. Артық әлгі әйел затымен араласу, сөйлесу, бұның барлығы көзді сақтамауға, ертең харамға түсіп қалуға алып келеді.